Саламатсыздар ма? Бүгін біз вайб кодинг арқылы сабаққа көрнекіліктер немесе жарыстарға арналған арнайы тапсырмалар құрастырып үйренетін боламыз. Ең бірінші біз ол үшін Google Chrome'ға кіреміз. И Google'ға былай жазамыз, Gemini деп жазамыз. Google Gemini дегенге кіретін боламыз. Google Gemini'ге егер алдын ала тіркелмеген болсаңыздар, сіздер міндетті түрде Google аккаунт арқылы тіркелулеріңіз керек болады. Мен алдын ала тіркелгенмін, сондықтан маған бұл бет бірден ашылып тұр. Енді мына жердегі плюс батырмасын басамыз да, другие инструменты деген кезде бізде Canvas деп шығады. Canvas дегенге қойып қоямыз. Сөйтемізді өзімізге не керек, соны толығымен жазамыз. Мәселен, мен математика пәннен 5 сыныптар арасында жарыс өткізуім керек болды. Соған қарай мен математика аралы деген сияқты енді өзіңіздің идеяңыздың барлығын қосасыз. Жарысқа ойын құрастырып бер деп айтайын. Мәселен, былай жазамыз. Маған сыныптарға арналған математика аралы атты ойын құрастырып бер. Ойын құрастырып бер деймізді HTML форматта болсын деп міндетті түрде жазамыз. Себебі осы форматта жасасақ, бізге интернетсіз кез келген жерде ашылуына мүмкіндік бар. Енді ары қарай біз ойынымыздың сценарийін жазамыз. Енді математика аралы болғандықтан менде ойын кемі 7 аралдан тұрсын деймін. 7 аралдан тұрсын. Бірінші кемемен бірінші аралға барсын дейік. Сол жерде тапсырмаларды орындап келесі аралдарға өтсін дейміз. Және де біз міндетті түрде жаңағы ненің шартын жазамыз, ойының шартын жазамыз. Яғни дұрыс жауап бергенде қандай болсын, дұрыс жауап бермегенде қандай болсын, дұрыс емес жауап бергенде толық жауап көрсетіліп түсіндірілсін дейміз. Енді түсіндірілсін дейміз. Кеменің жүрген жолы көрсетіліп тұрсын дейік. Енді ары қарай оформлениесін айтамыз. Өзіңде бар қанық, ашық түстерді пайдалан. Міндетті түрде біз есеп қандай болуымыз керек, соның бәрін айтамыз. Есептер, тапсырмалар нақты көрсетілсін. Мұхитта, енді біз математика аралы ғой, мұхитта өзіңде бар балықтар, медузалар,
киттер, дельфиндер жүзіп жүрсін дейік. Тағы не қосамыз? Идеяларыңызға қарай өздеріңіз қоса бересіздер. Фон әдемі болсын деп тапсырма береміз да жібереміз. Енді күтеміз. Бізге қазір тапсырманы құрастырып жатыр. Әзірге күтетін боламыз. Неге біздің тапсырмамыз бойынша ойындарды құрастырып жатыр. Оң жақ бетке осылай шығады. Осы жерден біз ойындарды көре аламыз, жасаған ойымызды. Егер біздің ойымыздағыдай болып шықпайтын болса, онда давайте напишем деген жерге қайта жазамыз. Мына жерін дұрыс та, мынау дұрыс емес деген сияқты. Ал егер осы дұрыс болып тұрса, онда біз сақтап ала саламыз. Кез келген жерде аша беруімізге болады. Қазір күтейік, біраз уақыт алады. Так. Кез келген бір тақырыпты алсақ, жетпіс бізде дұрыс емес болып шығады. Толық түсіндірмесімен шешу жолы. Түсіндім, қайта байқау дейді. 370. Так. Міне. Менде мынадай аралдарды қойыпты. Дұрыс емес. Түсіндім, қайта дейді. Енді біздің үшінші аралға барды. Тез барып қалып жатыр. Енді былай айтайық. Аралдардың қайықтың дейік. Қайықтың қозғалысы тез болып жатыр. Әр аралға барғасын тоқтап тұрсын дейік. Мына жерде қате жетті, ештеңе етпес енді. Егер осы ойын сіздердің көңілдеріңізден шығып жатса, яғни жасаған жұмыстарыңыз, ары қарай қалай сақтаймыз? Мен жаңа айттым, медузалар барлығы жүрсін ойында деп. Міне біздің медузалар, балықтар, киттер барлығы ішінде жүр мұхитта. Енді осыны қалай сақтап аламыз? Ең бірінші мына жақта скачать батырмасын басамыз. Скачать батырмасын басқаннан кейін бұл загрузкаға түседі, одан кейін HTML форматта сақталады ол міндетті түрде. Мінекей ашып қараймыз. Ары қарай біз жаңағы әрбір аралдарға барып тапсырманы бастау деп қайта орындап алсаңыздар болады. Өзіңіздің қалауыңыздағы кез келген идеяңызды осылай жасай аласыздар. Бұл кез келген жерде интернетсіз ашыла беретін ойын. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Алдағы уақытта осындай контенттерді жиі салып тұрамын. Менің каналыма жазылыңыздар, лайк басыңыздар, тіркеліп алыңыздар.